10 bölüm. Ол жол жиегінде сырғып қалып жатқан жусанды далаға қарап отырды. Бірақ қазір ештеңе өзгермейді, ештеңені көрмейді. Көз алдында мөлдеп бас келістер өтіп жатыр. Я, сонан кейін не болып еді? Айсыз қараңғы түнде үркірдей ұйлыққан шағын көш ұрыдай баспалап кеп, келесі күні шекарадан өте шыққанда. Айнала қалың тұман, сіркіреп жаңбыр жауып тұр еді. Қия жолдардан екі ат тайғанақтап әрең жүріп келеді. Шекара деп аталатын биік жалдан асып түскенше жаңғабыл үн шығармай сыбдырсыз баяу бастап келеді. Бері сайға түскен соң дауысын көтере. Я аруақ, өзің жар бола көр деді. Нұрбек өздерінің қолға түспей аман құтылып кеткеніне енді айқын сенді. Тауышы едәуір суық, сіберлеген ақжауын бетке инедей қаталады. Ат үстіндегі әйелдердің қалтырап тоңғаны байқалады. Көштің соңына әреңлесіп келе жатқан Нұрбек әкесінің бағытын жаңылмай жолды қалай дәл табатынына таң қалады. Кеше күн ашықта әлсін әлі жұлдызға қарап, темір қазықты үнемі желкесін ұстап отыруға тырысатынын байқады. Бүгін аспан түнеріп тұр, тұманнан аяқ тастам жер зорға көрінеді. Адасқан жоқпыз ба? Бетің дұрыс па әйтеуір деп Қайша сұрап қояды анда-санда. Жоқ, тура келе жатырмыз. Кеш батқалы жел құбыладан соғып тұр ғой, деп жауап берді Жаңғабыл. Сөзі сенімді, нық естілді. Таң алды болса керек, қараңғылық тіпті қоюлана түсті. Нұрасыл қыңқылдап жылай бастаған. Ақыры Қайша шыдамады білем, күйеуіне жалына тіл қатты. Нұрасылдың көкесі-ау, сәл тоқтайықшы. Суық жаңбыр сүйектен өтіп барады. Қиналды ғой мына сорлы бала. Аз аялдап тым құрса бой жылтайықта. Сәл сабыр етіңдер. Қазір сай табанына түскен соң демал боламыз, деді әкесі артына бұрылмастан. Таң ата жаңбыр саябыр тапты. Шығыс жақ құлан ектеп, жерге бозғылт сәуле түсе бастаған. Жалғыз аяқ суыртпақ жол қиялай келіп, қалың қайыңмен мойыл өскен тоғайдың арасына кірді. Жаңғабыл биік жартастың түбінде қуысқа ат басын тіретті. Ал түсіңдер, осы арада ертеңге дейін боламыз. Енді асығыс жоқ, шекарадан өтіп алдық деді, арқасын кеңге салып. Екі атты ағашқа байлап суытып қойды да, талдың астына киіз төсеп, бала-шағаны сонда жайғастырды. Теңнің біреуін шешіп, құрғақ киім, бір қабат төсеніш көрпе салды. От жақсақ көзге түсіп қаламыз ба? Деп Қайша сақты ойлап, дауысы дірілдеді. Жаңғабыл, түк өтпейді, жаға бер, күн тұман ештеңе байқалмайды. Өзіміз секілді босқындар болмаса, кім аңдып тұр дейсің бізді? Деп көңілін орнықтыра тастады. Бұлт сейіліп көкжиектен күн сығалады. Төменде шаттың ішінде іртік-іртік болып тұман шөгіп жатыр. Тоғай арасынан асқан судың сырлы естіледі. Аспанда шырқау биікте бірнеше құзғын айналып жүр. Шешесі Нұрбектің қолына қанжығада байлаулы келген шелекпен шәугім ұстатып су әкелуге жұмсады. Су сарлы таяу маңнан шыққандай көрінгенмен өзен арнасы бірталай жерде екен. Нұрбек жан-жағына үрке қарап, ағаш арасымен баспалап жүрді де, міне суға да жетті. Тау өзені Жарғабақтың астында тастан тасқа соғылып, ақ көбігі аспан қата бұлан талан ағып жатыр. Ол өзен ағысын тамашалап, сәл уақыт қарап тұрды да, жағалауда отырып беті қолын жуды. Қос уысымен көсіп алып, мұздай салқын суды мейірі қанғанша сімірді. Сонан соң ағаш желекпен бір бүйірі қабысқан мыс шәугімді суға толтырып алып, ізінше кейін қайтты. Ойында ештеңе жоқ. Қабақтан көтеріліп тоғайдың шетіне іліне бергенді. Кенет бұтаның түбінде бүктүсіп жатқан бір адамның сұлбасын көрді. Жүрегі дір ете түсті. Жол бойы бұлар өліп жатқан талай адамды кездестірген. Ет үйреніп кеткен сияқты қорыққанға қос көріне ме? Мына жатқан кісі қимылдайтын секілді. Тез есін жиып, манаға келген ізімен тұра жөнелді. Асыға басып жетсе, үй ішінің қаперінде ештеңе жоқ. Әкесі ағаш арасынан қу бұтақ сындырып әкеліп, шешесі маздатып от жағып отыр. Баласының аппақ қудай болып, өңі қашып кеткенін алдымен аңғарған Қайша. Құлыным-ау, саған не болды? Бірдеңеден қорықтың ба? Деп орнынан ұшып тұрды. Ана жақта
талдың арасында біреу жатыр, деді Нұрбек алқынып. Қай жерде? Неше адам? Деді Жанғабыл да шошына тіл қатып. Тап бір жолбарыс келе жатыр десе, мұндай үрейленбес еді. Қазір аңнан гөрі адам қорқынышты. Аштар мардымсыз тамақ үшін бір-бірін өлтіріп кетуден тайынбайды. Көңіліне сондай қауіп кірді ме, Жанғабыл қанында жүрген қара пышақты суырып алды. Мүмкін ол жалғыз емес шығар, мен барып аңысын аңдап қайтайын. Соны айтты да мысықша басып тоғайдың ішіне кіріп кетті. Қалғандары үрпейісіп күтіп отыр. Жанғабыл кешікті. Уақыт өткен сайын Нұрбектің зәресі ұшып, жанын қоярға жер таппады. Қайша жанып жатқан отқа шелектегі суды қоя салды. Мұндайда бір минуттың өзі жылдай ұзақ көрінеді. Әлден уақытта ағаш арасы сыбдырлап біреудің келе жатқаны білінді. Балашаға ұйлығып, бірінің қасына, бірінің қалқасына бір тығылды. Кешікпей Жанғабылдың қарасы көрді. Сонда ғана жүректер орнына түсті. Жалғыз әкесі ғана емес, өзінен де ұзын біреуді сереңдетіп арқасына көтеріп келеді. Оттың басына таман келіп, әлгі адамды сылқ еткізіп жерге тастай берді. Өзі қара терге түсіп алқынып тұр. Сөйлеуге шамасы келетін емес. Нұрғаным кенет әлденеден секем алғандай жатқан кісіге төніп барды. Ойбай-ау, мынау Садық қой, деп дауыстап жіберді. Бұл шынында осыдан 10 шақты күн бұрын қоштасып кеткен Нұрғанымның күйеуі Садық еді. Түрінен жан шошырлық, адам арса аруақ, ат арса тулақ деген рас екен. Садықтың екі көзі шүңірейіп, ішіне түсіп кетіпті. Жағына пышақ жанығандай, иегі шошайып, қоңқақ танауы тіпті де үлкейе түскен. Бойы бұрынғысынан дұзарып, арса болған сүйегі киімдердің сыртынан санап алғандай. Садық сәлден соң көзін ашып, Нұрғанымды, Жанғабылды үй ішін танып кемсеңдеп жылады. Бірақ көзінен жас шыққан жоқ, тандыры тартылып, кеуіп қалған секілді. «Жә, анталамай былай кетіңдер», деді Жанғабыл бала шағасын кейін ысырып. «Көз ағайда, аузынан әр тамызайық». Бәрі қаумаласып, Садықтың аузына бір-екі қасық көжеден сусын тамызды. Алғашында бұдан көп бүруге болмайды, аш өзегіне түсіп өліп кетуі мүмкін. Адамға бір жұтым судың өзі де әл болады екен. Садық басын көтеруге жарап, жүкке сүйеніп отырды. Екі күнгі жаңбырда әбден сілесін қатырған секілді. Күрк-күрк жөтелгенде тынысы тарылып, қайтадан әлсіреп кетеді. Қанша дегенмен бірер жыл отасқан күйеу емес пе, Нұрғаным байқұстың жаны қалмай лыпып жүр. Өшіп қалған отты қайта тамызып, ыстық тамақ істеудің қамына кірісті. Қайша сары майдай сақтап келе жатқан 2-3 шүліктің бірін шелекке салып, сорпа әзірледі. Жамбастың майынан бір кесегін сылып алып, бақырға ертті де Садыққа ыстықтай ұрттатты. Азырақ жүрек жалғап, бой жылынған соң Садық тілге келді. Сендерді бастап әкелген бұл Құдайға разымын. Енді өлсем де арманым жоқ, дей берді дауысы қырылдап. Сорлау, мұндай күйге қалай тап болып жүрсің? Жөніңді айтшы, деді Қайша қабырғасы қайысып. Садық ендігі отырып, үздік бірдеңелер айтқан болды. Нұрбектің ұққаны, бұлар ауылдан шыққан соң бірден тауасып кете алмапты. Бір рет шекарашылардың қолына түсіп, ел шетіне қайта барған. Босқындар 2-3 күн еріліп, ең қыстауда қамалып отырған. Содан түн жамылып бірнеше кісі сытылып шыққан көрінеді. Бұлар шекарадан аман өтеді, бірақ осыдан 3-4 күн бұрын дәл осы тұсқа келгенде Садықтың әлі құрып, буыны босап, аяғын баса алмай қалыпты. Серіктерінің мұны алып жүруге шамасы келмейді, ақыры Құдайға тапсырып, қасына бірер күндік талшық қалдырып, далаға жалғыз тастап кетеді. Бір туысқаны, ел ішін аман жетсем, алдыңнан көлік алып шығармын деген екен, одан ешқандай дерек болмапты. Мүмкін оның өзі өз басына күн туып кеткен шығар, бұл заманда кімге кінә тағарсың. Бұлар сол араға бір күн аял жасап, ертеңінде қайтадан жолға шыққан. Нұрғаным астында қоңыратты Садыққа беріп, өзі жаяулар тобына қосылды. Шекарадан өттік дегенмен тау жолы қиындай түспесе оңайлаған жоқ. Көрмеген жердің ойлы шұңқыры көп дегендей Нұрбек енді түсініп келеді.
бұрынғыдай емес, Жаңғабылдың да жүрісі сылбырлау. Бірнеше күнгі арпалыста шаршап қалды ма, әлде жат жерде жалтан көз боп қорынып келеме, баяғы батыл қимыл жоқ. Өздері жығылып сүрініп, зорға келе жатқанда, мына көтерім Садық мүлде масыл болды. Нұрғанымның көңілі үшін бәрі де сыр бермей шыдап келе жатыр. Садық мінген атының басында өз алып жүре алмайды. Оны Нұрбек жетектеп келеді. Не үшін екен, жездесіне қарасақ болғана, оны бір жағымсыз сезімдер баурап алады. Садықты ол бұрында ұнатпаушы еді. Әсіресе оның әпербақан алақұйын мінезін жақтырмайтынды. Нұрбек оны тоқ болса тоқтықты, жоқ болса жоқтықты көтер алмайтын, табансыз боргемік адам деп жек көреді. Олай ойлауға дәлел де бар секілді. Кеше конфиска кезінде осы Садықтар үкімет біздікі, заман өзіміздікі деп екезу құлағына жетіп әбден еліріп алғанды. Топ жиында сөз бермей, жаман тымағын шалқайта киіп шіренеге отырғаны. Садық келе жатыр дегенде жылаған балауан атын. Осы Нұрбектің апайы Нұрғанымды елге Қызылотау келгенде зорлық қылғандай алып қашып кеткен. Ол кезде 15-ке жаңа келген Нұрғаным қандай көріктеді. Екі бетінен қаны тамып, білектей қос бұрымы тілерсекке түсердей төгіліп тұрушы еді. Сол Нұрғанымды сорлатып, мынадай халге түсіргенде Садық сияқты боп көрініп Нұрбекке. Бұл Садықтың істемегені бар ма? Бір кезде Ақи көз милиция болып та жүрді. Белінен тапанша, мойнынан бесатар түспейді. Әбден Ақи көзденіп, ешкімнің бет жүзіне қарамайтын болып алғанда. Атқа мінсе ақырын жүру деген жоқ. Өлімге шапқандай ауылға дізгін ұшымен келіп, аспанға мылтық атып, дивана келгендей ушу болатынды. Ауылдың бар иті Садықтың соңында. Кейінгі жылдары ол ауылнай болып сайланды. Халық оған Жынды Садық деп ат қойды. Бірақ өздері соның айтқанына көне береді. Бұл туралы ел ішінде тараған әңгіме аңызда толып жатыр. Күн бойы аттан түспей, әр ауылдың итін шулатып, шапқылап жүріп, кешке жақын үйіне келгенде осы Нұрғанымға: "Ел басқарудың қиынай, қатынеке, етегімді тартып жіберші" деп шіренетін көрінеді. Енді бірде, "Бүгін тағы кісі ататын шығармын, тұла бойымның құрысып тұрғанын қарашы" деген сөздерді басқа емес осы Садық айтқан болатын. Сөйткен Садық міне бүгін тірі әруаққа айналып, ат үстінде ердің қасынан ұстап өбектеп әрең келе жатыр. Ажал аранынан шыбын жанын алып қашып, бой тасалап тауасып барады. Іздегені көп дүние емес, бір жапырақ нан, бір аяқ сорпа. Жатса тұрса соны арман етеді. Көз алдынан бала жасынан бері тартып көрген нешалуан тағамдар елестейді. Қойдың томырылып піскен жас еті, сарала қазы, күрең бауырсақ, сармайға былғанған ақ бидай, таңдайдың дәмі кетпес тары көжі. Өзін Нұрбектің жақтырмайтын Садықта іштей сезеді. Аттан сүйеп түсіріп көтеріп мінгізген кездерінде "Жарығым-ай, саған мүлде масыл болдым-ау" деп жалбарынып қарайтыны бар. Жолда дамылдаған кездерінде Нұрбекті қасына шақырып, әр түрлі әңгімелер айтып, мұның басын қатырады. Сөзлеміне қарағанда Садықтың да үлкен өкініші бар екен. Ана жылы байларға конфиска жүргенде Нұғыман бар малымен бір түнде арғы бет асып кеткенді. Қарулы топ құрып, шекарашылармен соғысып өткен. Сол Нұғымандарды қуысқанның ішінде Садықта болған екен. Көп жыл есігінде жүріп, тепкісін көрген байдың үкіметтен жасырып тығып қойған дүние мүлкін тауып, тапсырып бергенде осы Садық болатын. Енді айтып айтпады не керек, арада 3-4 жыл өткенде сол Нұғыман асқан жолмен өзі қашып келеді. Жат жерге барғанда кек қайтармаса да, соны бетіме салық қылама деп көп уайымдайды екен. Бұдан кейінгі Садықтың әңгімесі тек тамақ туралы. Басқалар ұйықтауға жантайғанда ол Нұрбекке ұйқы бермей, тастың қалқасында отырып алып, өткен кеткен дескі алады. Шіркін, бәрінен де жылда жазға салым берілетін наурыз көжені айтсайшы, дейді кеберісіп жарылып кеткен ерінің тілмен жалап қойып. Ауыл-ауылды аралап, көк қарым болып майлы көжені бәстесіп тұрып ішуші едік. Ал жайлау үстінде мал соя қоймай өле тасып берген үйдің табағын теуіп кеткен кездеріміз болып еді.
Енді ойлап отырсам, соның бәрі тоқшылықтан екен ғой, дейді. Тамақ жайындағы әңгімен Нұрбектің құлағына да жыл естілетінді. Қарсылық білдірмей үнсіз ұйып тыңдай береді. Ал қыстағы соғым кезін айтсайшы деп Садық сөзін онан әрі жылғайды. Ана уақ суат қарғыба бойындағы шаршы бұзылмай қалың ел бірін-бір соғым басына шақырып, сыбаға берісіп мәре-сәре болып жатушы еді. Ақсақалдар төр алдында майлы жамбасты қиялай кесіп отырушы еді. Тіпті еті шала кесілген жіліктерді балаларға ұстата салмаушы еді шіркін. Ол да бір заман екен ғой, дейді Садық. Және осы сөздерді айтқанда аузынан сілекей толып, қол басындай кеңірдегі бұлдылдап жұтынып қояды. Ішкен жегеніңді айтып несіне мақтанасың? Соның бәрін көмекейден асыра бергенше, біразын кейінгіге сақтасыңдар болмас бет, деді Нұрбек ыза болып. Садық оған бір ауыз қарсы сөз айтқан жоқ. Басқаға күні түскенде мүсәпірлікпен жетім балаша жаутаңдап қарап қоятты. Оның рас Нұрбекжан, жаманның ақылы түстен кейін көреді, ақымақ болдық қой, деді жыларманға жетіп. Сол тоқшылықтың кепиеті атты ғой бізді. Билікке қол жеткен деген осы деп ертеңгі күнді ойладық па? Кедейдің бір тойғаны шалабайғаны, тойған қарын енді қайтып ашпайтындай көрінеді емес пе? Байлардан түскен малды да жаудан түскендей жылуағына жеткізбей сойып сатып көзін жоғалттық. Сөйтсек малда жазық жоқ екен, өсіріп тұяққа тұяқ қосып ел игілігіне жаратсақ, жұрт мұндай тарығар ме еді? Қиыншылықта бір сиырдың сүті бір үйлі жанды асырамас бет. Не керек, бәрі өзімізден болды ғой, өзімізден болды, деді Садық тісін шықырлатып. Тіпті өкіметтен де көретін дәнеңі жоқ. Рас кейінгі жылдары алман салық көбейіп, бір сиырдың сүтіне де, бір тауықтың жұмыртқасына да салық түсті. Алайда ебін тапсақ, одан да сүрінбей өтуге болады екен ау. Жағдайды шиеленістіріп, насырға шаптырған тағы өзіміз емес пе? Халықтың жағдайына қарадық па, шашал десе басалдық қой. Әйтпесе Смағұлдың жалғыз ешкісін тартып әкел, не болмаса Жайырбайдың үйіндегі бір тұлып тарымен бір бүйе майды тонап ал деп тапсырған үкімет жоқ болатын. Соның бәрін белсенді болып жүрген мына өзіміз істегенбіз. Садық тым құрыса өзінің зауал шағында тәубеге келіп, жұрт алдындағы айыбын әдейі мойындағысы келе ме? Өзінде аямай көп нәрсенің бетін ашып отыр. Айтқан сөздерінде жан бар, бірақ ол әлі де бір жағдайды бүгіп қалғысы келеді. Әлде оны қылмыс деп есептей ме? Кім білсін. Садық және де Садық сияқтылар бұл сапардан ажалдан қашып қана келе жатқан жоқ. Қалған елге аштықтың ұрығын сеуіп келе жатыр. Осы көктемде колхоздың тұқымға себіңдерді берген астығын атқа мініп жүрген біраз адам бөліп алып, қуырып жеп құртқанды. Солардың ішінде Садықта бар деседі. Жерге тұқым сеппей, үкіметтің көзін алдап, құрдаланы жыртып тастағанды. Қазір қара топырақ жауып жатқанмен, ертең егін көктейтін мезгілде сұмдықтың сұрашылары хақ. Садықтың елден бұрын бой тасалап, қашқындық жолға түсуінің басты себебі осы болатын. Нұрбек сол жайда есіне түсіріп, бетіне бассам қайтеді деп бір оқталды да, өлім аузында жатқан адамды қинағысы келмей өзін тежеп қалды. Әбден мәйек үзіліп, кендір кесіліп кеткен Садық жол бойы шым-шымдап ішіп, өлместің күнін көргендей, ене көкірек боп қана келе жатқан азнаулақ дәмге қанағы тұтпайды. Әлсін әлі өзегі талып, тақыл-тақыл тамақ жегісі келеді. Тұлыптың түбіндегі қосуыз талқан мен бір дорбақ қатқан құрттан өзге бұларда азықта қалмаған. Кешеден бері күніне бір мезгіл қарасу қайнатып ішіп, тостағанның түбінде бір-бір қасық талқан салып, соны талшық етеді. Садық өзіне түйген үлесті обырлана қағып салатта, көзімен ішіп жеп, басқалардың ыдысына қарап отырады. Тәте-тайым-ау, тым құрысы тағы бір малта берші, аузыма салып дәмін алайын деп жалынады Қайшаға қарап. Қолы ашық, мейірімді Қайша күйеу баласының көңілін қимай, оның тілегін амалсыз орындайды. Сол қомағайлық үшін Садықты жаңғабылда иттің етінен жек көреді. Онысын жасырмай, ас үстінде Садықты оқты көзімен атып отырады. Кейде шыдамай кетіп, «Ай, жақсы ит өлімтігін көрсетпейді» деуші еді.
сенің күнің иттен де төмен болды ғой. Айтпен тойда ақсақал, жау келгенде жас бала етіп, Құдай сені бізге қай күні тап қылды екен. Өлсең жайың өлмей, балалардың талшығына ортақ болдың-ау деп зекіп тастайды. Бұл сөзге Садық титтей ренжімейді. Қасындағы адамдарға жаутаңдап, сондай бір мүлайым мүсәпір көзбен қарайды. Қайтейін, ішіме бір қара мысық кіріп алған, сол бәлет тырналап шыдатпай барады дейді иегі кемсеңдеп. Бірақ оған Жанғабылда жібей қоймайды. Тамтымдап қалған азыққа Қайшаның қолы батып бара жатқан соң, соңғы күндері талқан салған тұлыппен ішіне құрт салып су құйған торсықты өз бақылауына алды. Босқындар бұл кезде Тарбағатайдың ең қиын асуынан өтіп, сай саласында көш жолдары сайрап жатқан Қытай елінің жайлауына да ілініп еді. Бірақ халық әлі бөктерде отырған секілді, айнала ен қыбыр еткен жан көрінбейді. Әр тұстан малдың қу тезегі, ескі жұрттың орны, биебаудың қазығы ұшырасады. Дегенмен шұбырынды көш жолына түскенде жүдеу топтың жүрісі ширап, көңілдерінде үміт ояна бастады. Азықтары тақа таусылып, ен таудың ішінде апта бойы адам көзінен жасырынып, енді елаңсай бастаған босқындар түс ауа бір кезеңнен шыға келгенде алдынан екі атты қарсы жолықты. Бұлардың сол сәттегі сезімін кемелері апат құшырап, көп уақыт көктеңіздің үстінде дүлей толқынмен арпалысып, енді құрдым деген мезгілде басқа бір кеменің желкенін көз шалған теңізшінің сезімімен ғана теңеуге болар еді. Жат ел, жат жерде бірінші рет қандай адамдар ұшырасады екен деп, көңілдер күпті боп келе жатқан босқындардың алдынан тымағы шошайған екі қазақ жолыға кеткенде, тақ бір туған нағашысын көргендей қуанып кетті. Екі салт атты қастарына таяғанда әншейінде тәкаппар паң Жанғабыл қалбалақтап алдымен сәлем берді. Нұрбек Нұрғанымдар үмітпен үрей арпалыс, әуестікпен әлгілерге қарай қалысқан. Былай қарағанда қорқатын ештеңе жоқ сияқты. Үстінде көне тұз шекпен киген найман тымақты кәдімгі қазақтар. Ешқандай өзгешелікті байқалмайды. Өңдері әнтек қоңыр қаймағалай, күнгейдің адам екені көрініп тұр. Ең ғажабы көмбірлетіп қазақша сөйлейді. Амандықтан кейін қысқа жөн сұратта аржағын көп қазбалап жатпады. Бұлардың қандай жағдайда, қай жақтан келе жатқанын өздері жақсы білетін тәрізді. Екеуі ат үстінде тұрып бұларға жол сілтеді. Келе жатқан беттерің дұрыс, дед қара сақалды егделеуі. Енді текке дейін көп қалған жоқ. Күн батқанша ел шетін ілінесіңдер. Батысқа бұрылсаңдар қыз бейті, шығысқа жандайсаңдар ашылы селосы бар. Екі орталықта қалың байғара жауғаш қаптап отыр. Біз төрт ұлдың бір атасы жауғаш боламыз. Бұл жақта Нұғыман деген байды білмейсіз бе? Ол да 3-4 жылдың алдында арғы беттен асып келген, дед Жанғабыл, аналардың бір сөзін қағыс қалдырмай ентелеп. Қарасақал қасындағы жастау серісіне бұрылды. Екеуі Нұғыман десіп біраз ойланып қалды. Бірақ нақты білмейтін боп шықты. Ақыры Қарасақалды тұрып: жалпы аты таныс, Нұғыман деген бай келіпті деп естігеніміз бар. Алайда соның дәл қай жерге қоныс тепкенін біле алмай тұрмын. Ол бір болса, мына Светі жақтағы Қараменді ішінде, не арғы Мәметбек арасында болуы керек деді. Түбі бір туыс болған соң, әрі бұл жақта дөңгеленіп байып алыпты деп естіген соң, Жанғабыл іштей сол Нұғыманды медеу тұтып келе жатқанда, бар үмітінің ізінен адасқандай болғанда, иіні түсіп едәуір жасып қалды. Сонда да әлгілерді жібермей: қазақтың баласы екенсіңдер, көрмеген жердің ойлы шұңқыры көп, бізге енді жөн сілтей көріңдер, күн көріс үшін қайда барғанымыз дұрыс, дед сұңғыла Жанғабыл сүліктей қаталып. Қарасақалды ат үстінде бүгілі бәрең отырған Садық пен Нұрасылға, одан Қайша мен Нұғыманға жағалай қарап өтті де, бұлардың ауыр халіне жанашығандай мүсіркей сөйледі: шамаларың келсе, әзірше көзге түспеуге тырысыңдар.
Қызбейтімен ашылыда босқындарды тосат деген күзет бар. Сараяқтардың қолына түссеңдер, іске татитын дүниелерді тартып алып, өздеріңді қалаға апарып, тегін жұмыс істетеді. Одан да білінбей қазақ арасына сіңіп кеткендерің жөн. Соны айтып сәлбегөлді, таяудағы ашылы Қарақабақ маңында өздеріңдей босқындарға лақылдап толып кетті. Қытай, ұйғыр, Сібе солаң байлары ақы сұрамайтын тегін жалшыға кекірейіп тойып отыр. Бұл төңіректен жұмыс табу оңай емес. Сендер тілімді алсаңдар, мойны қашық алысқа тартыңдар. Сонау еміл Қаракемер жаққа майлы жайыр тауларында керей ішіне өтіп кетіңдер. Еліші ғой, енді өлмейсіңдер, деді. Ой, рахмет, бала шағаңыздың игілігін көріңіз туысқан, деді Жанғабыл риза боп. Ал сау болыңдар, жолдарың болсын. Екі жақ қоштасып жүруге айналды. Жылы лебіз естігенде Нұрбектің көңіл орныға бастаған. Садықтың атын шылбырланып жетектеп, жолға түсе беріп еді. Жаңағы Қарасақал артына бұрылып, бұған сүзіліп бір қаратты. Ау, інішек, сәл күте тұршы, деді атынан түсіп. Мұның аяғындағы су жаңа шегірен етіктен көзін алмай жақындап келді. Шырағым, маған мына етігіңді шешіп бере ғой, деді дауысын көтермей. Жылы сөйлегені сонша, шырағым, мына етікті кие ғой дегендей боп естілді Нұрбектің құлағына. Ол аңтаң болып әкесіне қараған. Жанғабыл қылп еткенмен түсініп тұр екен, күңіреніп кетті. Ағайындар-ау, бұларың не? Тал түсті тонағандарың ба? Манадан бері сұмдықтарыңды соңына сақтап тұрдыңдар ма? Ештең етпейді, деді Қарасақал түсін суытып. Мен алмағанмен бәрібір басқа біреу шешіп алады. Жат елде шегірен киіп, шелтимей-ақ қойсаңдар да болар. Қайтейін Құдайдан қайсын Құдайдан. Әділ Құдай бар болса сендердің де алдарыңда келтірер, деп Қайша зарлап қоя берді. Неге тұрсың балам? Етіңді шешіп бер мыналарға, деді әкесі. Қарасақал жол жиегіне отыра қалып, Нұрбектің жаңа етігін шешкізіп, өзі киіп алды да, оған аяғындағы ұртына жамау түскен бұзау бас ескі етігін ұсынды. Жассың ғой, тірі болсаң әлі талай етік киесің, деп жұбатты. Сосын Жанғабылға бұрылып, ал сен отағасы ренжіме, қалғанына е болсаң да жетеді. Менен басқа біреу болса, сендерді зәңгінің алдына айдап апарып, мына астарыңдағы аттың біреуін аударып алар еді. Қазақтың баласы екенсіңдер, үйтпей-ақ қояйын. Ал сау болыңдар, деді де атына мініп жүріп кетті. Нұрбектің басына біреу шоқпармен қойып жібергендей сілейіп тұрып қалғанды. Алдарында қаншалық азапты, қорлық өмір күтіп тұрғанын ол осы арада айқын сезгендей болды. Әлгінің етігі мұның аяғына кең екен, қол құлдап жүргізбей келеді. Жалаң аяқ жүрейін десе, табанына тас батады. Шіркін адам баласы басқа түссе, не қорлыққа да шыдайды екен. Ол сыр бермеуге тырысады. Тек шешесі Қайша өздерін осыншама мүсәпір күйге түсірген Құдайды қарғап, біраз жылап алды. Таз ашуын тырнадан алады. Қиялап кеп күйеуіне соқты. Бұл қорлықты көргенше туған жердің бір уыс топырағына жан тапсырғанымыз жақсы еді ғой. Ит арқасы қиянға нені ғана іздеп келдім екен сорлы басым-ай. Әй, көзіңді ашып бағыр Жанғабыл-ай. Оң бассың-ау екі дүниеде, бәлен жерде бақыр бар. Іздеп барсаң сымбылда жоқ деп, мына түрімізбен көмусіз қалармыз айдалада. Алда келе жатқан Жанғабыл жалт бұрылып, әйеліне ежірейе қарап қалды. Түсінен жан шошырлық, екі көзі қанталап ұшқын атады. Ай, өшірініңді, жаныңның барында. Көшелісіп суырылған несей? Қашқан жауға қатын би, елінен жерінен айырылып, қаңғып жүрген келімсекті кім басын боушет? Итпен құсқа жем болу деген осы. Төркініңе келе жатқандай болғаның не? Әбілет басқыр. Сосын үндемей қалды да, әйелі мен қызына кезек қарап, сәнденіп киініп алыпсыңдар. Күн көтінде күміс жылтырайды дегізбей, тағыңдар ана сақина сырғаларыңды, шәліні де шешіп қойыңдар, деді. Кері сосымен аяқталған. Сол күні бұлар ілбіп отырып, қас қарая етекке түсті. Төменді терезелерінде жамырай от жанған үлкен ауыл көрінеді. Жанғабыл ол жаққа соқпай, егін арасындағы айдау жолмен оңтүстікті бетке алып тура тартты. Түн жылы
танауға бусанған көкегінің иісі келеді. Қанша жүргендері белгісіз, түн ортасы ауып кеткен мезгілде жағасында жайқалып шалғын өскен үлкен өзеннің бойына келді. Бұдан әрі жүруге Жанғабыл шыдағанымен басқалар шыдамады. Нұрбектің өкшесін етік қажап тастапты. Удай ашып тұр. Жаяу жүріп келе жатқан Нұрғанымда әлсіреп, өзегі талып, осы тұсқа келгенде көкшөптің үстіне сылқ етіп жығылып түсті. Күндегідей ыстық ас ішуге де шамалары келмей, бір үлкен үйеңкінің түбіне жетті де, әр қайсысы жығылған жерінде талықсып ұйықтап. Тек Жанғабыл ғана ояу, екі атты тұсап қойып, соны күзетіп отыр. Қанша уақыт болса да ұйықтамауға бейіл. Бірақ қолындағы бар байлықты екі аттан көз жазып қалғысы келмейді. Қанша ұйықтағаны белгісіз, Нұрбек әлде бір шаң-шұң дауыстан шошып оянды. Күн арқан бойы көтеріліп қалған екен, орнынан тұрып жан-жағына қараса, әкесі біреулермен жағаласып жүр. Екі атты кісі Жанғабылды ортаға алған, біреу жерге түсіп, жайылып жүрген аттардың тұсамысын қиып, жүгендеп алмақ көрінеді. Оған Жанғабыл көнбей, әлгінің шылбырына оралып, жағаласып жүр. Екіншісі оны аттың кеудесімен соқтырып, анда-санда жонарқадан қамшымен тартып өтеді. Жұқа мешпетпен жүрген әкесі қамшы тиген сайын иреңете қалады. Әкеңнің тамағын асыра алмай қаңып келген жаман немелер құтырайын деген екенсіңдір. Қалдайдың шабындығын атыңды жаятын сен кім едің соншалық? Осы бетіңді Жамбыл қайдап апарып, көзің дабақты да жылтыратайын ба? Деп тепсінеді ат үстіндегі біреуі әкіреңдеп. Асылдаған қамшы әкесіне қарай тағы бір көтерілгенде Нұрбек шыдай алмай тұра жүгірді. Ағатай-ай, ұрмаңдаршы, не құрасыңдар деп пәруана боп әкесінің үстіне түсе бергенді. Бірақ көтерілген қамшы аялдаған жоқ, мұның өз арқасына сарт етті. Үстінде көйлектен өзге лыпа жоқты. Ту сыртынан бірдеңе шағып алғандай ду ете қалды. Ғұмырында тұщы етіне ащы таяқ тиген осы көзінен жас ыршып кетті. Ақыры өлдім дегендей тәуекелмен қамшы екінші рет көтерілгенде шап беріп жармаса кетті. Бірақ сол сәт өзі әлде бір соққыдан шалқалап құлап бара жатты. Ана кісі үзеңгідегі оң аяғымен кеудеден теуіп жіберген екен. Көзі қарауытып барып, тез есін жинап алды. Орнынан созбалаңдай тұрып қараса, әкесі әбден өкпесі өшіп, анадай жерде балаша еңіреп жылап отыр. Үсті басы өрім-өрім, әр жерінде жосылған қан ізі білінеді. Қайран әке, қарулақ ет, баяғы заманы болса, бір өзі мына екеуін тыртыстырып байлап алар еді-ау. Жіліктің май үзіліп, өзегі талған аш адамның қазір не қайрат сұрайсың. Жанғабыл аттан айырылған емес, өзінің дәрменсіздігіне, қайдағы бір сүмелекке шамасы жетпей, тал түсте таяқ жегеніне жылайтын секілді. Оған Қайша мен Нұрғаным қосылып, айғай шу үдей түсті. Әлгі екеуі жау түсіргендей мардамсып екі атты шылбырмен ноқталап алып, енді атқа мініп кеткелі жатыр. Тумай кеткір бұларға жаңа қамшы білеген қазақ көрінеді. Әй, қайран қазекем-ай, қайта ана түрі қазаққа келеңгіремейтін қасындағысы жуастау. Қалмақ түстөз, дәл төбесінде айтары бар. Осы жақта себе солаң деген ұлт бар деуші, дәуде болса осы шығар. Аттарды ала берсін, тек өзімізді бір жаққа айдап апарып, сорлатпас екен деп тілет Нұрбек ішінен. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болды. Қайдан шыға келгені белгісіз, жол жиегіндегі қалың шидің арасынан бірнеше салтатты сау ете қалды. Ең алда есікпен төрдей жалдас торыға мінген, әдемі қара мұрты бар, серіктерінен гөрі ретті киінген бір адам озыңқырап келді де, әлгі екеуінің алдына кес-кестеп тұра қалды. Ай, бұл не шу? Деді түсін суытып. Мына бір арғы беттен алып келе жатқан қаңғы бастар қалдайдың пішенін аттарын қоя беріп, шәнейіп жатыр, деді жаңағы қазақ сәл жуасып. Сонан соң сендерге жан олжа, бізге мал олжа деп өздерін қоя беріп, айып қаттарын әкетіп барамыз. Ай, сен кім едің сонша? Көрінгеннен айып алатындай. Мен бе? Мен Шиқалдайдың шабарманымын. Мә онда, Шиқалдайдың шабарманы болсаң, торатты жігіт әлгіні қақпастан қамшымен тартып жіберді. Шиқалдайдың бір жақтан алып келген жер жоқ,
Бәрі қазақтың жері. Болжырамай малын қайтарып бер жолаушының. Басқаларда соның емерін күтіп тұр екен. Қонығышып тұрса керек. Лезде әлгі екеуін аттың омырауымен соқтырып, қамшымен жондата бір-бір тартып жіберді. Шабарман ләмдеп аузын ашқан жоқ. Екі аттың шылбырын тастай салып, шетке шыға берді. «Ей, тоқтай тұр!» деді жаңағы торатты кісі дауыстап. «Шиқалдайың айта бар, оңай олжа тауыбым қанағат бей тартып әкетті де. Және бұдан кейін ауып келген ағайындарға соқтықпай, арттарыңды қысып жүр. Ұқтың ба? Ұқсаң жүре бер!» Мына көрініске таң-тамаша болып, өз көзіне өз сенбей тұрып қалған Жаңғабыл есін енді жинап еді. Көзінен жас парлап, құтқарушы Құдайдың үзеңгісіне жабысты. «О жасаған, сені жоқ па деушем, бар екенсің ғой. Көз жасыңды көретін қайрымды жан бұл жақтан да табылады екен ғой. Рахмет айналайын, бала шағаңның игілігін көр. Аты жөніңді айтып кет, өлгенімше бір сенің тілеуіңді тілеп өтермін.